Бұл жігіт 18 миллион долларға жуық ақша ұрлаған. Мұндай қылмысты ол қалай іске асырды? Бұл Алан. Оқиға болған жылы жасы шамамен 28-де болған. Ол Лос-Анджелесте тұрған және жұмыс орны инкассаторлық компанияның қоймасында болды. Күнде ақшаның арасында жүріп, ол бір мезетте бай болғысы келіп кетеді. 97 жылы Аланда бір ой пайда болады. Жұмыс істеп жатқан жерімді неге тонап кетпеске? Осылайша ол жоспар құра бастайды. Мекеменің құрылыс сызбалары, видеокамера, ақша сақталатын жерлер, жалпы барлығын зерттеп шығады. Ол жұмысқа тіпті фотоаппарат алып барып жүрген. Алан бұл тонауды жалғыз жасай алмайтынын түсінеді және бұл іске өзінің 5 танысын шақырып алады. Ол таныстарына барлығын түсіндіріп, тонау күнін белгілейді. Бірақ ештеңе болмағандай күнделікті жұмысына барып жүре береді. Тонау күні жақындап қалғанда аяқ астынан Аланды жұмыстан шығарады. Жоспар бойынша ол жұмыстың кілтін пайдаланып тонау жасамақ болған. Бірақ енді ондай мүмкіндік жоқ. Ол таныстарын шақырып алып жоспар басқаша болатынын айтады. Олар көңіл көтеру кешін ұйымдастырады. Қаптаған адамның арасында жүріп барлығымен сөйлесіп әдейі көзге түседі. Себебі бұл адамдар кейін куәгер ретінде шығатын болса, дәлел қолдарында болады. Бірнеше сағаттан кейін олар біртіндеп кештен кете бастайды. Сөйтіп қара маскалар мен қаруларын алып барлығы көлікке отырып жолға шығады. Ары қарай барлығы кинодағындай. Олар қоймаға кіргенде іште жұмыскерлер болған. Тонаушылар барлығына жерге жатуға бұйырып, ақша сақтау камерасына кіреді. Сөмкелері ақшаға толғаннан кейін келген жүк көлігіне тиеп қашып кетеді. Кетер алдында олар барлық камераларды сындырып, кассеталарын өздерімен алып қашқан. Ұрланған ақша шамамен 19 миллион долларды құрайды. Жоспарды іске асыруға жарты сағат уақыт жұмсалған. Тонауды алғаш рет жасағандарға жаман көрсеткіш емес. Жұмыстарын бітіргеннен кейін олар киімдерін ауыстырып шақырған қонақтарына қайтып барады. Өте ақылды шешім әрине. Бұл уақытта компания жұмыскерлері полицияға хабар береді. Оқиға орнына келген полиция тергеуді бастайды. Жұмысшылардың бірі қару кезеген адамның бірі Аланның даусына ұқсайтынын айтады. Қызметкерлер оның үйін аңди бастайды. Бірақ ол таныстарымен бірге тып-тыныш үйлерінде отырады және дәлелдері де бар. Жалпы тергеу тоқтап қалады. Арада 6 ай өтеді. Айта кететін зат, осы уақытқа дейін олар ұрлаған ақшаны мүлдем жұмсамаған. Уақыт өткенін күтіп, олар жайлап ақшаларын көлік пен үй сатып алуға жұмсай бастайды. Арада 2 жыл өтеді. Әлі ешкім ұсталған жоқ. Бірақ олардың біреуі өте үлкен қате жасайды. Ол үй алу кезінде ұрланған ақшаны оралған қағазбен бірге береді. Ал қағазда инкассаторлық компанияның аты тұрады. Тонаушы кеткеннен кейін риэлтор полицияға хабарласады. Сөйтіп 5 жігіттің біреуі ұсталады. Ал ол өз кезегінде Аланды ұстап береді. Соңында жігіттердің басы қосылады. Алан 24 жыл алады, ал қалғандары 10 жылдан арқалап кетеді. Осылайша бір қате Аланның таптамаша жасаған жоспарын құртып жібереді. Бұлай жасауға әрине болмайды. Біз ондайға қарсымыз. Менің бүгінге айтарым осы достар. Сіздермен болған жұмбақ әлем. Келесі кездескенше.